Сәлеметсіздер ме, өмір толқындар арнасының құрметті тыңдармандары, арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, қолдау көрсете отырыңыздар. Алматыға жақын жерде орналасқан, жеке ауруларға арналған клиника палатасында жатқан осы бір Маржангүл деген әйелдің артынан келушілер тым сирек. Үнемі қасында клиника қызметкерлері жүреді. Жасы 50-ге енді жеткен, өңі таймаған бұл әйелдің жағдайы ондай ауыр емес. Тыныш, өзімен өзі, артық әрекеті жоқ. Дәрігерлердің қойған диагнозы миы шаршаған, жүйкесі сыр берген. Артынан ешкім іздеп келмесе де, клиниканың қызмет ақысы Түркияның Измир қаласынан үзбей түсіп тұрады. Сондықтан бұл пациент клиниканың веб есебінде тұрады. Маржангүл ем-шарадан бос келсе, ылғи жалғыз қалуды жақсы көреді. Дәрігерлер көп ойлануға, мазасыздануға тыйым салса да, Маржангүлдің өз әлемі тартып тұрады. Бұл сол Маржангүл еді. Арман қуып, әдемі өмір іздеп, 2 баласымен күйеуін тастап, бай, сырбас, әдемі Қалиханға еріп, Алматыға келген. Келгенде мол дүниеге тап болған. Әрине, ол дүниелер сатуға арналған Қытайдан келген тауарлар еді. Күндіз сауда, біреуден алып, біреуге сатып, үстіндегі пайдасын өздеріне жаратып, Қалихан екеуі шайқап жүрген кезеңдер еді. Күндізгі жұмыстан соң міндетті түрде кафе, ресторанға барады. Ондай жерлерге күнде бір киім киіп бару, жылтырақ әшекейге көміліп жүру өмірдің мәніндей сезілген. Кейде кафеден өз үйлеріне келгесін, кальян шегіп, көңіл көтеретіні бар. Кейінірек оған қосымша бәң, тірек апиын қосатын болды. Бұның бәрін Маржангүл өткенін ұмытып, жаңа өмірге бейімделу санайтын. 2-3 ай арасында Маржангүл Қалиханның сауда достарымен толықтай танысып кетті. Олардың ішінде қазақ, Қытай, түрік, тіпті вьетнамдықтар да бар екен. Маржангүлдің әдемілігі бәрінің көкейіне құрт болып түсіп жүрсе керек. Әлгілер тым қатты әуеленіп кетсе, Қалихан бұны құшақтап, өзімнен ауыспайды деп күлдіріп арашалап алатын. Сонда да Сәлімбей деген түрік досы, «Бұ ханымы бейне орым» деп Қалиханда мыжуын қоймайтын. Сөйтіп жүргенде бір күні Қалихан бұған: «Түркияға барып, Измирден тікелей тауар жіберіп тұрсаң қайтеді? Қазір Қытай тауарларына сұраныс азайып кетті. Енді жұрт түрік киімдерін көбірек сұрайды. Сол жақтан жақсы өтімді тауарларды өзің жіберіп тұрсаң, мен бұл жақтан ақшасын жіберіп тұрам. Үстіндегі пайдасының жартысы сенікі болады. Түсінсең, бұл саған өсіп, баюыңа үлкен жол ашады. Сен онда, мен мында керемет сауда болғалы тұр» деп миын жеп, көп ақшамен көзін қыздырып, Сәлімбейге ертіп қоя берді. Измирге келгеннен кейін кешек пен алтын күміс бұйымдардың көптігі аранын ашса, Сәлімгерейдің ілтипаты мен құлағының түбінен сыбырлаған жылы сөздері Маржангүлді Сәлімгерейдің төсегінен бірақ шығарды. Қалиханның құшағын Ғалымжаннан артық санаса, енді Сәлімгерейдің құшағын Қалиханнан ыстық деп есептеді. 3 жыл Сәлімгереймен тұрса, одан соң Мехмет деген біреу табылды. Содан соң Аңсар деген қызметкермен қосылды. Солай өң мен түстің арасында жүріп, өмірі өткенін білмей қалды. Бүгін міне жазылмас ауруы бар. Бірақ байлығы бар Маржангүл жападан жалғыз қалды. Қаншама еркекпен төсектес болып жүрсе де, жатырына жұғын болмады. Бала көтермеді. Өмірінің соңы көрінгенде, ішінен шыққан балаларын сағынды. Тек балаларын сағынды.
Себебі туған туысқандары бұдан бас кешіп, бас тартқан еді. Бұл балаларымнан бас тартып қолхат жазып бергеннен кейін 4 айдан соң артындағы інісі келіп, бұның бетіне түкіріп, саған елдің қарғысын жеткізгелі келдім. Әкеміз сенің күйігінен өліп кетті. Қайыр болсын айтып, иман тілей келген елдің бетіне қарай алмадық. Шешеміз көкірегін көкке сауып, сені қарғаумен ауру болды. Мына Қалиханыңмен қосып бауыздай салар едім. Әттең, сен оғанда татымайсың. Сенің жазаң асау аттың құйрығына байлап жіберу еді. Әттең, заман басқа, жер тар. Ауылға келер болсаң, машинамен сүйреп өлтірем. Көрінбе көзімізге, деп кеткен. Апиын араласқан шөпті калян қылып шегіп отырған Маржангүлге бұл сөз шыбын шаққандай болмаған. Қазір жалғыз қалғанда, барар жері, басар тауы қалмаған кезде санасына оқтай тиіп жүр. Солардың бәрі ойына оралғанда миы шаншып кетеді. Амалсыз күшті есірткі қосылған таблеткасын ішіп, ауруды басады. Аягүлді ұзатып, құтты жеріне қонғанына 3 жылдан асты. Бұл арада Ғалымжан бір жиенді болды. Сол жиеннің бір жас тойы мен шашын алуға барғанда, үлкен құдасы Сұлтанәлі, құрметті құдалар, тойымызға ортақтасып, қуанышымызды бірге бөлісуге келгендеріңізге Алла разы болсын. Өздеріңіз білесіздер, уақытында айтылмай қалған сөз іште қалса сасып, көкіректі шіртіп жібереді. Менің айтқым келіп отырғаны, мына келінім Аягүл турасында. Иә, басында шешесіз өскен қыз дегенде тіксініп қалғанымыз рас. Келін болып түскен кезінде сынға көп алынды. Бірақ қауіпіміз бекер болып шықты. Шешесі болмаса да, менің замандасым Рахила әжесінің тәрбиесін көрген келін жұрттан озды. Ауылға үлгі болды. Осында отырған сары қарын бәйбіше болған абысындары сөзімді жоққа шығармас. 22-ден жаңа асқан Аягүл келінім үлкен тәрбие мен көрегенділіктің көрінісі болды. Әдеппен инабаты, ақылды сөзі мен салған суретте іселетін ісі бәрімізді тәнті етті. Сол үшін үлкен құдағиымыз Рахилаға арналған сыйлығымыз бар. Оны мына әйелдер берер. Мен өз құдаларым Ғалымжан мен Дүйсекке бірдей қылып, өз қолыммен құда шапан жапқалы тұрмын. Аягүлде адамды тәрбиелеп, бізге ұзатқан сіздерге мың алғыс, деп келіп, құшақтап құда шапандарын жапқан еді. Ғалымжанның сондай марапаттардан көңілі көкті тіреп тұрғандай сезімде болды. Әскери кафедрасы бар оқу бітірген көп жасар келгесін бірден полицияға қызметке тұрды. Ендігі мәселе үйленіп отау құрып, әке қолына келін түсіру болатын. Дүйсек те, Ғалымжан да, Ғанежан да сол шаруаға бел шешіп кірісіп кеткенді. Көп жасардың ойында не барын кім білсін. Бұлар құда түсер үй іздеп, айттырып алар қыз іздеп шабылып жүргенде, Ғалымжанның құлағына Маржангүл Алматыда жаман аурумен ауру жатыр деген сыбыс жетті. Ғалымжан бұл хабарға қуанған да жоқ, қайғырған да жоқ. Бір келгі жай барақат қабылдады. Кешкісін тойдың шаруасын ақылдасамыз деп, үйіне Ғанежанның қолындағы анасын, Дүйсек ағасын жеңгесімен, қызы Аягүлмен күйеу баласы Еркебұланды шақырып алды. Бұл әңгіме негізі көп жүрсін мен Аягүлге қатысты болса да, ет жақын туыстарым, анам, күйеу балам, бәрің отбасым болып саналатын болғасын, сіздерде білулеріңіз керек. Маржангүл Алматыда ауруханада жатыр екен. Жаман ауру дегенді естідім. Сол жақтағы таныстармен хабарласып, анықтап едім. Рас екен. Енді қанша күні қалғаны белгісіз. Дегенде,
Ең бірінші көп жасар ұшып тұрды. Жоқ, ондай адамды танымаймыз. Біздің анамыз әлде қашан өлген, деп айқайлап жіберді. Аягүл не айтарын білмей, қасында отырған күйеуін құшақтап жылап жіберді. Ортада ауада қалықтап қалған үнсіздікті дүйсек бұзды. Тағдыр деген сол да. Өмірінің ақыры қандай боларын кім білген? Бейшараға обал болған екен, деп аяушылық білдіріп бастап еді. Көп жасар жасқа шалынған көзбенен, дәу папа, не деп отырсыз? Қайдағы бейшара? Екі баласын тастап, әдемі өмір іздеп кеткен адам ол. Үріп ішіп, шайқап төгіп, жатырынан шыққан ұл мен қызын тастап, Жәлептің баласы атандырып кеткен адамды аяп отырсыз ба? Ондайлардың орны тірісінде де, өлісінде де тозақ. Олардың өмір сүруге қақысы жоқ, деп тағы ашына сөйледі. Ауыр күрсініп, отырғандарға бір қарап алып, Рахила әже: «Әй, қарақтарым-ай, құры босқа ашуланып не қыласыңдар? Көп жасар құлыным, сен өміріңді енді бастап жатырсың. Сондықтан олай асылық сөйлеме. Енді ондайдың бетін аулақ қылсын, Құдай сақтасын. Қазақ әйелді әуелде нашар адам, қызды нашар бала деуші еді. Ол жамандықтан емес, әйелдің көбіне нәзіктігі мен осалдығын меңзеп айтқаны. Иә, әйел тілге осал, сөйлеп қояды. Қызылға осал, жылтыраққа әуес. Шайтан азғырып, қызылдың артын қуып кеткен адамды қатты айыптамаңдар, айналайындар. Иә, тас бүйрек болды, отбасын бұзды. Бірақ ол сендердің аналарың. Құрсағын жарып шықтыңдар. Емшегін еміп, өмірдің дәмін таттыңдар. Кешіру кешірмеу өз еріктеріңде. Бірақ кек сақтамаңдар. Өздеріңе ауыр болады. Көкіректегі қатып қалған шемен мұңды жібітіңдер. Өздеріңді босатыңдар. Болары болды, бояуы сіңді. Өткен нәрсе сол өткенде қалсын. Кек сақтап, қазіргі өмірлеріңе алып келмеңдер. Ғалымжан, саған айтарым бар, алдынан өт. Кешірім бер. Оған деген өкпең жоғын білдір. Оны қинап жатқан өткен шағында жіберген қателігі. Аягүл, көп жасар, сендерді кешіріңдер. Сонда ол қатты қиналмай, о дүниеге қайтар. Қинамаңдар оны, жіберіңдер, деді. Көп жасар бұл сөзге көне алмайтынын білдіріп шығып кетті. Қалғандары тағы үнсіздікпен қалды. Клиника террасасында шайқалмалы креслода жеңіл шәлі жамылып, журнал қарап отырған Маржангүлге медбике: «Ханым, әфенди, сізге бересі келді», дегенде әуелі селк еткен ол. Ақырын артына бұрылып қарады да, таңырқап көзі жасқа тола берді. «Маржан, абыржып қобалжыма. Бұл мен Ғалымжанмын. Сенің ауырып қалғаныңды естіп, хабар алуға келдім». «Шошынба, Маржан», деп қасына келіп, икемге келмей отырған қос қолын алақанымен қысты. Айтарға сөз таппай, тұншығып отырған Маржангүл алдында отырған Ғалымжанның иығына маңдайын тіреп, үнсіз селкілдеп жылады. Ұзақ жылады. Сосын басын көтеріп, әлде қалай болады дегендей кет алмай тұрған медбикеге: «Алаңдама, менде бәрі дұрыс», деді түрік тілінде. Содан соң ғана медбике ақырын жылыстап шығып кетті. Маржангүл көз жасын сілкей сүртіп, Ғалымжанға тесірейіп қараса да, барша мейірімен бетіне алақанын басып: «Сен келдің бе? Сен Ғалымжансың. Сенің келетініңді сезгем. Күтпесем де, сен келер деп үміттенген едім», деп тағы өксіп, ашқынып жылап жіберді. «Маржан, жылай берме, шаршап қаласың. Бәрі жақсы. Иә, мен келдім. Сені іздеп келдім.
деп басқа не айтарын білмей қипақтап қалды. Балалар қалай? Олар аман ба? Қандай болды? Мені кешіре алды ма? Апам тірі ме? Дәу папа бар ма? Деп ар жағын айта алмай тағы жылады. Бар, бәрі тірі. Бізде бәрі жақсы. Аягүл тұрмыста, бір жиенің бар. Кеу бала жақсы бала. Барған жері де жақсы адамдар. Көп жасар полицияда жұмыста. Жақында үйлендіреміз. Соған сені де шақыра келдім. Міне, олардың суреттері, бейне жазбалары. Деп жалмажан телефондағы суреттерді көрсете бастады. Әрбір суретке қадала қарап, үлкейтіп анықтап қараған сайын, көзінің жасын тыя алмай отырған Маржангүл аяқ асты. Сенің әйеліңше, ол неге суретке түспеген? Мына жерде бар ма? Деп екілене сұрады. Ол жоқ. Ана қарақ айтқанда, менде әйел жоқ. Үйленбедім. Дегенде, Маржангүлдің көздері ұясынан шығып кете жаздады. Қалайша? Сонда сен мүлдем үйленбедің бе? Неге? Деп таң тамаша болды. Солай болып қалды. Екі баламның бабын табалатын әйел кездесе ме, жоқ па, білмедім. Сосын тәуекелге бармадым. Деп Ғалымжан жымайып жауап беріп еді Маржангүл. Тағы бір мен сияқты сұр жылан тап болама деп қорықтың ба? Деп сұрады. Солай десе де болады. Балаларымның жылағанын көргім келмеді. Деп Ғалымжан қысқа қайырды. Ұзақ жылағаннан ба, әлде уақытында өзі сатып, намысын таптап кеткен еркектің келіп, кешірім бергеніне ме? Әйтеуір Маржангүлдің бетіне қан жүгіріп, көңілі көтерілгендей болды. Екеуі басында не айтарларын білмей, біраз кібіртіктеп отырса да, ортақ әңгімелері балалары болғасын, соған еніп кетті. Ертесіне таңертең келгенде, Маржангүл кәдімгідей құлпырып, көздерінен құлшыныс көрініп тұрды. Көп жасардың тойына келгенде, сәл мұңайып тұрды да. Ғалымжан, рахмет саған. Мен бүгін шын бақыттың не екенін сезіндім. Енді осы бақытты күйімде өлуге рұқсат бер. Мен ауылға барып, көзге күйік болмайын. Әйтеуір аман екендеріңді білдім. Көп жасар мен Аягүлде бәрі жақсы екенін білдім. Міне, сол маған бұйырған бақыт. Уақытында бақытты танымай, қол үзіп, бақыттың басына теуіп кеткен адаммын. Сондықтан рахмет. Ескі жараның орнын тырнап, қанатқаннан не пайда? Мені осы бақытыммен, осы өкінішіммен өлуге рұқсат бер. Енді өлімнен қорықпаймын. Мынау менің Түркиядағы үйіме сенің атыңа жазылған мұрагерлікпен, сондағы банктегі есеп шоттарым. Менің артымдағы мұрагер сендерсіңдер. Немерелеріңе, немерелеріңе. Олар сенің немерелерің. Менің есебімнен өз атыңнан сыйлық алып беріп тұр. Күнәмді ақшамен жапқаным емес. Бұл сенің немерелеріңе менің де қатысым барын сезініп жатып өлу. Енді ауылға қайт. Суреттердің бәрін шығарып, жастығымның астына салып қойдым. Ертең өлгенде өзіммен бірге алып кетем. Мен енді өлімнен қорықпаймын. Мендей сорлы бейбақты ұмытпай жүргеніңе саған мың алғыс, деді Ғалымжанмен қоштасып тұрып. Араға ай салып, көп жасар үйленіп, ұлан асыр той берілді. 3 айдан сәл асқанда Ғалымжанға клиникадан хабарласып, Маржангүлдің қайтыс болғанын, өзінің өтініші бойынша Алматы маңындағы Боралдай зияратына қойылғанын жеткізді. Ғалымжан түгел тумаластары мен көп жасар келінімен, Айгүл күйеуімен, баласымен бәрі жиналып, қабіріне ескерткіш тақта орнатып, топырақ салып келді.
деп автор әңгімесін аяқтайды. Құрметті тыңдарман, әңгіме соңында пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болайық.